Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз IDE мен танысу. Python бағдарламасы. Алдымен ойланайық, алгоритм деген не? Сендер қандай программалау тілдерін білесіңдер? Бүгінгі сабақта үйренетініміз Python программалау тілі, IDE интерфейсінің мүмкіндіктерін қолдану. Python қазіргі заманға лайықты жоғары дәрежедегі программалау тіліне жатады. Python тілін 1991 жылы нидерландық программист Гвидо ван Россум ойлап тапқан. Ол қазіргі кезде ең көп таралған программалау тілі болып саналады. Бұл тіл қазір көптеген салаларда, соның ішінде веб-сайттар жасауда және жасанды интеллект проблемаларын шешуде қолданылады. Міне қызық, Python тілінде жасалған ең танымал программа бәріміз білетін Instagram әлеуметтік желісі екен. Python тілін қолдана отырып, программалаумен танысу үшін алгоритм ұғымын еске түсірейік. Алгоритм алға қойған мақсатқа жету үшін немесе берілген есепті шешу үшін түсінікті де нақты ережелер бойынша орындаушыға жинақы түрде берілген, реттелген нұсқаулар тізбегі. Орындаушы дегеніміз белгілі бір командаларды түсінетін және орындай алатын адам, жануар немесе машина. Кез келген алгоритмді үш негізгі құрылымды қолдана отырып құруға болады. Бірінші сызықтық алгоритм, командаларды тізбектей орындау. Екінші тармақталған алгоритм, екі опцияның біреуін таңдау. Үшінші циклдік алгоритм, бірдей әрекеттерді қайталау. Алгоритмдер табиғи тілде, мысалы қазақ тілінде, блок сызба түрінде немесе программалау тілінде жазылуы мүмкін. Python іске қосылған соң, программаның жұмыс істеу ортасы басқа программалау тілдерінен өзгеше екенін байқайсыңдар. Бұл программада тақырып жолы мен мәзір жолағын ғана байқауға болады. Python 3.8 программалау тілінің жұмыс ортасы ашылғаннан кейін программаны жазу үшін жаңа бет ашуымыз керек. Программада жаңа терезе ашу үшін idle'ні ашып, мәзірден файл, не файл таңдаймыз. Жаңа терезеге мына кодты енгіземіз. Print, жақшаның ішіне тырнақша ашып, наурыз жыл басы. Енді мәзірден файл, save таңдаймыз. Яғни бұл сақтау. Ашылған терезеден сұранысқа жауап ретінде программа .ru деп теріп, файлды жұмыс үстеліне немесе құжаттар бумасына сақтаңдар. Pythonда құрылған программа кеңейтілімі ru. Idle программасын іске қоспас бұрын файлды сақтау үшін F5 пернесінде басуға болады. Енді run модуль командасын таңдаңдар. Сақталған программа нәтижесі суреттегідей көрінуі керек. Экранда нәтижені көрсету үшін программалық жасақтама кіріктірілген print функциясын қолданады. Яғни print экранға нәтиже шығару үшін қолданылатын функция. Сендер Python программалау тіліндегі алғашқы программаларыңды жаздыңдар. Осы программаны сақтап, іске қосқаннан кейін жұмыс үстелінде немесе құжаттар бумасында программа ru деп аталатын жаңа белгі пайда болады. Егер оны тінтуірмен екі рет жазсаңдар, экраны қара терезе пайда болып, бірден өшіп қалады. Не себепті бұлай болады? Бұл Python консольдік терезесі командалық қабық тәрізді. Онда программа басталып, наурыз жыл басы сөздерін басып шығарады және солай жабылады. Енді сандармен жұмыс жасайтын мысал келтірейік. 5 қосылған 8 көбейтілген 2 өрнегін Python тілінде есептейміз. Ол үшін print жақшаның ішіне 5 қосылған 8 көбейтілген 2 деп жазамыз.
нәтижесі екінші суреттегідей 21 болып көрінеді. Жолдар арасындағы бос орын автоматты түрде қойылады. Бос орын қажет болмаған жағдайда print функциясын шақырған кезде бос жолға тең, sep тең тырнақша, яғни ағылшынша separator бөлгіш деп аталатын аргументті қосу керек. Мысалы, print жақшаның ішіне тырнақша 8, тырнақша x, тырнақша 9, тырнақшаның ішіне тең, тырнақшаның ішіне 72 және sep тең тырнақша командасын жолдағы барлық символды бос орынсыз жазады. Егер print функциясын бірнеше рет шақырып, мәліметті жаңа жолға көшірмей, нәтижесі бір жолда жазылуын қаласаңыздар, бос жолға тең n тең тырнақша аргументін, яғни ағылшынша соңы деген сөз, әр сөз соңына қоюға болады. Мысалы, print жақшаны ашып, тырнақшаның ішіне мен, n тең тырнақша. Жақшаны жабамыз. Астына print жақшаны ашып, тырнақша, 6-шы сынып тырнақшаны жауып, n тең тырнақша қойып, жақшаны жабамыз. Келесі жолға print жақшаны ашып, тырнақшаның ішіне оқушымын деген сөзді жауып, тырнақшаны жақшаны жабамыз. Сол кезде программа шығаратын нәтиже мен 6-шы сынып оқушымын деген сөзді бір жолға жазып береді. Енді мына төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Алгоритм деген не? Программада жаңа терезе ашу үшін қандай қадамдарды орындау керек? Python программалау тілі деген не? Print функциясы қандай қызмет атқарады? Себебін анықтайық. Python программалау тілі не үшін қажет? Алгоритм мен Python программалау тілінің байланысы неде? Sep тең тырнақша аргументін не себепті пайдаланады? Python программалау тілінде әр сөз соңында n тең тырнақша аргументін қолданудың себебі неде? Келесі талдап салыстырайық. Қандай программалар белгісі көрсетілген? Екеуін салыстырып, әрқайсының ерекшеліктерін атаңдар. Келесі дәптерге орындаймыз. Мәзір жолағындағы батырмалардың атауларын қазақ және орыс тілдеріне аударып, дәптерге жазыңдар. Компьютерде орындаймыз. Есептерді Python тілінде шығарыңдар. Үйде орындайық. Дәптерге математикалық өрнектел құрастырып келіңдер. Алынған нәтижелерді Python тілінде тексеріңдер. Осымен балалар сабағымызды қорытындылаймыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.